Сәлем бәріне, бүгін 33-те бірінші есепті шығарамыз. Бұл жерде көпінші түрінде жазыңдар деген. Сонымен бұл есепті мына формуламен шығарадым. А плюс Б. Ең біріншісінде бұл жерде бізде А бұл 2 болса, Б бізде X. Енді формулаға салып шығарайық. Ең біріншісінде А куб, ол бізде 2-нің кубы деген сөз. Плюс 3, ол ережеге сай. А бізде 2, оның квадратын жазамыз, және де Bx. Қосылған 3 көбейтілген А-ны жазамыз. 2 көбейтілген Б квадрат, ол бізде X квадрат. Қосылған Б-ның кубы, Б бізде X куб деп жазылады. Енді 2-нің кубы бізде 8 болса, қосылған 2-нің квадраты бізде 4, 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12 болады. Қасында X бар, қосылған 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6 шықса, қасында X квадраты бар. Қосылған X куб деп жазамыз. Екіншісінде мына жерде сәл басқашалау, яғни мұнда минус. Енді бізде А куб минус болады, және де 3 көбейтілген А бізде ол А квадрат, Б бізде 2 көбейтілген 2, қосылған 3 А бізде А, Б бізде 2, және де қасында квадрат, қосылған Б-ның кубы, яғни 2-нің кубы. Тең А куб минус 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6 болса, қасында 6А квадрат бар. Қосылған, мұнда 2-нің квадраты 4 болса, 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12, 12А. Қасында плюс 2-нің кубы бізде 8. Мына жерде шатасып кеттім, бағана айтқанымдай. Бұл жерде бізде минус болу керек. Үшіншісінде дәл солай минус бізде. А бізде 5-тің кубы минус 3 көбейтілген 5-тің квадраты көбейтілген Б. Қосылған 3 көбейтілген 5 көбейтілген Б-ның квадраты минус Б-ның квадрат кубы. Енді бұл жерде бізде 5-тің кубы бізде 125-ге тең болса, минус 5-тің квадраты бізде 25 болса, 25-ті 3-ке көбейткен кезде 75 шығады. 75 Б болады қасында. Плюс, мұнда 3-ті 5-ке көбейткен кезде 15 болса, қасында 15 Б квадрат бар. Минус Б-ның кубы. Төртіншісінде, мұнда керісінше плюс, сонда бізде Y-тің кубы плюс 3 көбейтілген Y-тің квадраты көбейтілген 3. Қосылған 3 көбейтілген Y көбейтілген 3-тің квадраты плюс 3-тің кубы. Яғни мен бұл жерде ережеге сай қылдырып шығарып жатырмын. Y куб қосылған, бұл жерде 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9, қасында 9Y квадрат бар. Қосылған 3-тің квадраты бізде 9 болса, 9-ы 3-ке көбейткен кезде 27, қасында Y бар. Қосылған 3-тің кубы бізде 27. Келесі 5-шісінде бұл жерде А-ның кубын жазамыз, минус деп жазамыз, және де ережеге сай 3-ті жазамыз. 3 көбейтілген
аның квадраты көбейтілген си плюс 3 көбейтілген а көбейтілген сының квадраты қосылған сының кубы. Келесі бұл жерден де жазу керекпіз. А куб минус 3 а квадрат қасында с бар. Плюс 3 а с квадрат плюс с куб. Бұл куб бізде. Алтыншысында с куб плюс болады. 3-ті көбейтеміз. С квадрат көбейтеміз д-ға қосылған. 3 көбейтілген с көбейтілген д-ның квадраты қосылған д-ның кубы. Тең с куб қосылған 3 с квадрат д қосылған мұнда 3 с д квадрат қосылған д куб. Келесі жетіншісінде бұл жерде а бізде z болса, б бізде т, яғни z-тің кубы плюс минус 3 т және де плюс т-ның кубы. Тең z куб минус 3 z квадрат көбейтілген т қосылған 3 z т-ның куб қосылған т-ның кубын деп жазамыз. 8-шісінде к куб плюс жазамыз. 3 көбейтілген к-ның квадраты көбейтілген м қосылған 3 көбейтілген к көбейтілген м-ның квадраты болса, плюс м-ның кубы деп жазамыз. Бұл жерде дәл солай к куб қосылған 3 к квадрат м қосылған 3 к м квадрат қосылған м квадрат. Осылайынан жазамыз. Менің ойымша түсінікті деп ойлаймын. Ал егер түсініксіз бір жерлері болса, немесе менің жазуымды түсінбей жатсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. 33-те екінші есеп. Бұл жерден дәл осы формула болады. Бұл жерде көпмүше түрінде жазыңдар деген. Біріншісінде дәл осы формулаға қарап шығарамыз. Жақшаның ішінде 4х куб деп жазамыз. Неге жақшаның ішінде? Себебі бұл куб х-ке де қатысты және де 4 санына да қатысты. Сол себепті жақшаның ішіне 4х деп жазып, сыртына куб деп жазып қоямыз. Қосылған 3 ол ережеге сай, а бізде 4х-тің квадраты, дәл солайынан жақшаның ішіне салып қоямыз. б бізде жағына 1 көбейтілген бар. Қосылған 3 көбейтілген а бізде 4х көбейтілген б-ның 1-дің квадраты қосылған б квадрат бізде ол 1 куб. Тең бұл жерден 4х-тің кубы, 4-тің кубы бізде 64-ке тең болса, қасында 64х куб болады. Қосылған 4-тің квадраты бізде 16 болса, 16-ны 3-ке көбейткен кезде 48 шығады. Қасында х бар, яғни 48х квадрат. Қосылған бұл жерде 3-ті 4-ке көбейткен кезде 12х болады. Қосылған 1. Екіншісінде бұл жерде 1-дің кубын жазамыз, минус деп жазамыз. Және де 1 куб минус 3 көбейтілген 1
квадрат көбейтілген 3y қосылған 3 көбейтілген 1 көбейтілген 3y квадрат минус 3y куб деп жазамыз. Енді 1 куб бұл бізде 1-ге тең, минус мұнда 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9y болады, плюс мұнда да дәл солай 3-тің квадраты бізде 9 болса, 9-ді 3-ке көбейткен кезде 27y квадрат болады, қос минус болады. 3-тің кубы бізде 27-ге тең, 27y куб болады. Үшіншісінде келесі мұнда 5z-тің кубы минус 3 көбейтілген 5z квадрат көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген 5z көбейтілген 2-нің квадраты минус 2-нің кубы деп жазамыз. Сен ескертіп кетіпті, мына жерде жақша болады. Енді 5-тің кубы бізде 125 болса, қасында z куб болады. Минус 5-тің квадраты бізде 25, 25-ке 3-ті көбейтіп, 2-ні көбейткен кезде шығады бізде 150. Қасында 150 z квадрат болады, плюс болады мына жерде, плюс 3 көбейтілген 5 көбейтілген 4 шығады бізде. 15-ке 4-ті көбейткен кезде шығады 60z. Жайғанын z болады, минус болады, себебі 2-нің кубы бізде 8. Енді 4-шісінде 4x ол жақшаның ішінде болады, куб минус 3 көбейтілген 4x квадрат көбейтілген 3 қосылған 3 көбейтілген 4x көбейтілген 3-тің квадраты минус 3-тің кубы тең. Енді осы жерде 4-тің кубын тауып алу керек. Ол біз 64-ке тең болса, қасында x куб болады. Минус 4-тің квадраты бізде 16. 16-ға 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9. 9-ға 16-ны көбейткен кезде шығады 144. 144x квадрат болады. Қосылған мұнда да дәл солай. 3-тің квадраты бізде 9 болса, 9-ды 12-ге көбейткен кезде шығады 108x және де минус 3-тің кубы бізде 27-ге тең. Келесі 5-шісінде a-ның кубы плюс 3 көбейтілген a-ның квадраты көбейтілген 2x қосылған 3 көбейтілген a көбейтілген 2x квадрат қосылған 2x-тің кубы тең. Бұл жерде a куб деп жазып аламыз, плюс 3-ке 2-ні көбейткен кезде 6, қасында 6 a квадрат x бар қосылған. Мұнда 2-нің квадраты бізде 4 болса, 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12, 8x куб болады. Келесі 6-шысы 2y-тің кубын деп жазамыз, минус 3 көбейтілген 2y-тің квадраты көбейтілген 3 қосылған 3 көбейтілген 2y көбейтілген 3 квадрат қосылған 3-тің кубы тең. Бұл жерде 2-нің кубы бізде 8-ге
тең қасында y куб бар. Минус 2-нің квадраты бізде 4-ке тең болса, 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12, 12-ні 3-ке көбейткен кезде шығады 36 y квадрат плюс мұнда 3 көбейтілген, мұнда 3-тің квадраты бізде 9, 9-ға 6-ны көбейткен кезде шығады 54 y шығады. 3-тің кубы бізде 27-ге тең. 7-шісінде p-ның кубы жазамыз, минус 3 көбейтілген p-ның квадраты көбейтілген 3q қосылған 3 көбейтілген p көбейтілген 3q-дің кубы минус 3q-дің кубы тең p куб минус, бұл жерде 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9, 9 p квадрат q қосылған, кешірім өтінем, бұл жерде мен қателесіп кетіппін, мына жерде куб емес квадрат. 3-тің квадраты бізде 9, 9-ды 3-ке көбейткен кезде 27 шығады. 27 p q квадрат, яғни квадрат, мынау q квадрат болады. Минус 3-тің кубы бізде 27, қасында q бар. Куб. 8-шісінде 3n-нің кубы минус 3 көбейтілген 3n квадрат көбейтілген 2m плюс 3 көбейтілген 3n көбейтілген 2m квадрат минус 2n-нің кубы тең. Енді бұл жерде 3-тің кубы бізде 27-ге тең. 27n куб болса, минус 3-тің квадраты бізде 9, 9-ды 3-ке көбейткен кезде 27-ні 27-ге 2-ні көбейткен кезде 54 шығады. 54 n квадрат m болады. Мына жерде n квадрат және де m плюс 2-нің квадраты бізде 4-ке тең, 4-ті 9-ға көбейткен кезде шығады 36 n m квадрат. Міне n және де m квадрат минус. Мұнда 2-нің кубы бізде 8, 8m куб болады. 33-те 3-ші есепте көпмүше түрінде жазыңдар деген. Ең бірінші мұна ережеге қарайық. Дәл осы ережені басқа да есептерде қолданамыз. Міне осы ереже. Бастайық. Бұл жерде а бізде 0,12а. Яғни біз 0,12а куб деп жазып аламыз. Бұны жақшаның ішіне жазу керек, себебі куб бізде аға да қатысты және де 0,12-ге де қатысты. Плюс 3 көбейтілген 0,12а-ның квадраты көбейтілген 5 қосылған 3 көбейтілген 0,12а көбейтілген 5-тің квадраты қосылған 5-тің кубы тең. Енді 0,12-нің кубы бізде 0,8ге тең, 0,8а квадрат куб болады. Міне плюс 0,12-нің квадраты біз 0,4-ге тең. 0,4-ті 5-ке көбейтіп 3-ке көбейткен кезде шығады 0,16 а квадрат.
қосылған. Мұнда да 3-ті 0,12-ге көбейтіп, 25-ке көбейткен кезде шығады 15а. Қосылған 5-тің кубы бізде 125-ге тең. Келесі 4-тің кубы минус жазамыз. 4 керісінше 3 көбейтілген 4-тің квадраты көбейтілген 0,15b. Қосылған 3 көбейтілген 4 көбейтілген 0,15b-ның квадраты минус 0,15b-ның кубы тең. 4-тің кубы бізде 64-ке тең болса, минус жазамыз. 4-тің квадраты 16-ға тең, 16-ны 3-ке көбейтіп, 0,15-ке көбейткен кезде шығады 24b-ға. Қосылған 3-ті 4-ке көбейткен кезде 12, 0,15-тің квадратына көбейткен кезде шығады 3. Қасында b квадрат бар. Минус 3 кубы бізде 0,15-тің кубы бізде 0,125-ке тең. Қасында бізде b куб бар. 0,6-сы куб минус жазамыз. 3 көбейтілген 0,6-сының кубген 5. Қосылған 3 көбейтілген 0,6 көбейтілген 5-тің квадраты минус 5-тің кубы тең. 0,6-ның кубы бізде 216-ға тең. Қасында с куб бар. Минус 0,6-ның квадраты көбейтілген 3 көбейтілген 5 бізде тең 5,14 с квадратқа. Плюс мұнда 5-тің квадраты 25, 25-ке 0,6-ны көбейтіп, 3-ті көбейткен кезде шығады 45. Қасында бізде с бар. Минус 5-тің кубы бізде 125-ке тең. 4-шісінде бұл жерде 2-ден 1-тінің кубы минус 3 көбейтілген 2-ден 1-тінің квадраты көбейтілген 2. Қосылған 3 көбейтілген 2-ден 1-ді көбейтілген 2-нің квадраты минус 2-нің кубы тең. Мұнда 2-ден 1-дің кубы бізде 8-ден 1 минус. Енді 2-ден 1-дің квадраты бізде 4-ден 1-ге тең болса, қасында 3 және 2 саны бар, яғни 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6. Алымында 6 болса, бөлімінде 4 болады. Сонда 4-ден 6-ды квадрат болады. Плюс 2-нің квадраты бізде 4-ке тең. 4-ті 1-ге көбейткен кезде 4, қасында 3 бар. 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12. Яғни 12 мен 2-ні бөлген кезде шығады 6-ды саны. Минус 2-нің кубы бізде 8-ге тең. Келесі 5-шісінде бұл жерде 3-ден 1-тінің кубы минус 3 көбейтілген 3-ден 1-ті квадрат көбейтілген 3. Қосылған 3 көбейтілген 3-ден 1-ті көбейтілген 3-тің квадраты минус 3-тің квадраты кубы. Енді 3-ден 1-дің кубы бізде 27-ден 1-ға тең.
1 т-ға минус. Мына жерде 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9. Яғни алымында 9, бөлімінде де 9. Яғни ол бізде 1 т-ға тең. Жай ғана 1 т емес, қасында квадрат бар. Қосылған. Мында 3-тің квадраты 9, қасында 9-ды 3-ке көбейткен кезде шығады 27. Бөлімінде 3 болса, 27-ні 3-ке қысқартқан кезде шығады 9 т. Минус болады, себебі 3-тің кубы бізде 27. 6-шысында 2-нің кубы минус 3 көбейтілген 2 көбейтілген, мұнда квадрат көбейтілген 4-тен 1 к. Қосылған 3 көбейтілген 2 көбейтілген 4-тен 1 к квадрат. Минус 4-тен 1 к-ның кубы тең. Енді бұл жерде 2-нің кубы бізде 8-ге тең. Минус 2-нің квадраты бізде 4. 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12. 12 мұнда алымына кетеді. Сонда 12-ні 4-ке қысқартқан кезде шығады 3 к плюс. Мұнда 4-тен 1-тің квадраты бізде 16-дан 1 болса, қасында 3, 6 бар. 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6, бөлімінде алымында 6 болса, бөлімінде 16-дан 6 к квадрат. 4-тен 1-дің кубы бізде 64-тен 1-ге тең. Қасында к куб бар.